Қайырлы күн. Бүгін біз сёмга балығын дайындаймыз. Бізге керек заттар: моцарелла сыры, сливки, шпинат, чеснок, черри помидоры қажет болады. Табамызға майымызды құйып, майымыз қызған соң балықтарымызды екі жағын осылай салып қуырамыз. Екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып алсаңыздар болады. Оливковое масло қолдандым мен. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай май болса да қолдана берсеңіздер болады. Черри помидорын ортасынан екіге бөлдім. Бір чеснокты осылай етіп турасаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Шпинатты қатты ұсақ қылмай ірі-ірірек қып турасаңыздар болады. Қуырылған балықтарымызды аударып отырамыз. Келесі кезекте сырымызды теркадан өткіземіз. Балықтарымыз уже қуырылып болып қалды. Қуырылған балығымызды басқа тарелкаға салып алып, черри помидор шпинатымызды чеснокпен жаңағы балық қуырылған майға қуырамыз. Бес 10 минут қуырып алған соң балықтарымызды қайтадан орналастырамыз. Бетіне сырымызды сеуіп, сливкімізді құятын боламыз. Осылай 10 минуттай тағы да бұқтырып алсаңыздар болады. Осылай 10-15 минут ұстаймыз. Менің видеомды қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.